Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз тауық етінен духовкада түскі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай пештің ыдысы керек. Оны майлап аламыз жақсылап. Бір жуаны соқтап төреміз. Жуамызды ыдысымызға саламыз, үсті астына. Үстіне тұздаймыз. Аздап. Және 4 картошка керек бізге. Оларды осылайда молоқтып. Қатты қалың қылмай түріп аламыз. Және осы картошкамызды ыдысымызға саламыз жақсылап. Бір қатар қылып салып шығамыз. Және үстіне тұздап бұрыш сепсеңіздер болады ақырындап. Енді бізге тауықтың осындай 2 штук төс еті керек. Осылай өте үлкен қылмай турап аламыз тоже. Және бұл тауықтың етін де бізде бір келкі қылып бетіне қойып шығамыз. Тауықтың етінің орнына фарш пайдалансаңыздар болады, мысалы, немесе жұқалап турап қойдың, мысалы, тез пісетін еттерді пайдалануға болады. Мен қазір сіздерге тауықтың етінен көрсетіп жатырмын. Енді біз осы тамағымыздың үстінен құятын қимасын дайындаламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Және 1 ас қасық май. Және 1 ас қасық тұз. Және дәмі келгенше бұрыш қоссаңыздар болады. Және 2 стакан 20% сливки. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Және кептірілген шөптер қоссақ болады. Ол бізде укроп, петрушка, тағы да қандай шөптер аламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осы қимамызды осы тамағымыздың үстіне құямыз. Өте жеңіл дайындалатын тамақ. Әр азамат өзінің
отбасына жұбайына дайындап берсе болады. 180-190 градуста қыздырылған пешке 45-50 минутқа қоямыз. 40 минут тамағымыз тұрды. Енді 40 минуттан кейін алып үстіне сыр сеуіп, күштен өтілген. Енді сырымыздың үстіне помидорларымызды қойып шығамыз. Өстіп. Жіңішке қылып туралған помидор. Енді осы тамағымызды тағы да 5 минутқа ыстық духовкаға қоямыз. Bismillah деп дәмін көрейік. Істеген еңбегіміздің десе. Керемет тағам. Міндетті түрде жазап көріңіздер. Дәмі керемет екен. Тауық етінен түскі асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.